Сәлем, менің есімім Нұрназар, мен Элио атты анимациялық фильмінде басты рөлді дыбыстаймын. Бұл Элио. Жарайды, кетті қарышқа. Не ағып жатсың? Өзге ғаламшарлықты күтіп отыр. Мен негізі басына пробаға барған кезде ойлағам, вау, үлкен проект, күшті деп сол кезде. Элио білді ғой, өзге ғаламшарлықтар существует бар екен, тура сондай эмоция болды менде. Өте қатты қуандым, басты рөлді дыбыстап атқаныма. Жоқ, менің атым Элио, ал сенің атың кім? Ой, жұмбағы екі өндірушілерінен. Аспаннан не табам дейсің, Элио? Одан да дос тап. Ғажап бір нәрсенің бөлігі болғым келеді. Егер мені біреу естіп тұрса, мен алып кетіңдер, кетуге дайынмын. Негізі Элио екеуміз бір қатты ұқсас дей алмаймын, бірақ ұқсас жерлеріміз бар. Элио қиял, мысалы мен де қиялмын, анда-санда қиялды адам, және де өте арманшылмын, әзіл қой, көңілді, өте сондай. Ал ұқсамайтын жерлеріміз ол деген қатты көңіл күйін түсіріп, сөйтеді, алма ондай ұнамайды, көңіл күй түсіріп, сөйтеді. Элио, сабақтан қаштың ба? Не істеу керегін білем. Бір жерден көріп едім, қайда кетті? Осы суреттің қайсысы сен? Білмеймін, бірақ мынау сенен ауылмайды. Ең оңай анандай бүйтіп жай сөйлеп, танысып адамдармен сондай болғанда. Ал ең қиын жерлер анандай бүйтіп қозғалған кезде деп ұшқан кезде бүйтіп трейлерден көрген шығарсыздар, ракетамен ұшқан кезде деген дауыс шығарады. Сол кезде сол жер кішкене қиындау болды енді. Атым Куэста, Гомның басшысымын. Хеликс, Веловина басшысымын. Сен ненің басшысысың? Жердің көбінесе фильмдер көрген кезде мен осындай сюжетпен іздеймін да. Ал бұл жерде мультфильм сол үшін күшті деп ойлаймын. Өзімді қатты күтіп жатырмын көрген. Жерде мен бөтен сияқты болдым. Жерді кінәладым. Бірақ мәселе менде шығар. Достар, 19 маусымнан бастап Элионы көруге шақырамын. Қазақша және орысша дубляжда. Достарыңызбен, отбасыларыңызбен келіп көріңіздер. Элио. Кинотеатрларда 2025 жылдың жазында.